анаға қараспаған адам дүниеде жақсылық күтпей ақ қойсын. Бұл ашықтан айтылатын нәрсе. Өйткені Алла тағала Аллаға құлшылық жасаңдар, ата-анаға жақсылық жасаңдар деп әмір қойды. Ата-анасына қараспаған адамның тіпті Ибн Аббас айтқан құлшылығы қабыл емес Құдайдың алдында деп айтқан. Ата-анаға қарасыңыздар. Араларыңызда ондай адам болып жүрмесін. Дін оқып, намаз оқып жүріп ата-анаға қараспайтын бала оңбаған ол бала. Дүниеде де ақыретте де оңбайды ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтты: ата-анасының екеуінің де немесе біреуінің қартайғанын көре тұра жұмаққа кіре алмаса, ондай баланың мұрны жерге сүріліп кетсін деп айтқан. Демек, жақсы қараспады деген сөз ата-анасына. Түсінікті ме? Ер кісі міндеттері әйел бала шағасын жеткізу секілді ата-анасына да жәрдем етіп отыруы үнемі. Үнемі айтамыз, осы жерде келіп көресіз, қаншама ата-ана телефонында единица жоқ қой. Баласы сонда бір 1000 теңге салып беруге жарамады ма сонда? 20 жылға дейін бақты ғой сол баланы. Бір 1000 теңге салып беруге жарамайтын бала. Өмірде бір істі бітіре алмаса, не бітіреді ол?